Әкемнің жарық дүниеден өткеніне 32 жылдан асыпты. Мәңгілік ешкім жоқ. Өмір осылай. Қарапайым жан еді. Қоңырқай тіршілік кешті. Ешкімге зияны жоқ. Барға тәуба, жоққа сабыр, жетістікке шүкіршілік жасаушы еді жарықтық. Сонау жас күнінде қолыма қалам алып өткен өмірін әңгімелеп беруді сұрайтынмын. Әкем 1909 жылдың күз айларының бірінде Ұлықұм бойында дүние есігін ашыпты. Сол тұстарда атынан адам шошитын жұқпалы шешек ауру айналаны жайлапты. Осы елге жаппай келген індеттен көп адам бақилық болған. Бұл дерт біздің Қожаберген әулетінде айналып өтпепті. 1911 жылы 2 мүшелден асқан шағында Мәтжан атам елді өкіндіріп, тұңғыш елеусізбен аяғы ауыр Құдай қосқан қосағы балымды қалдырып, мына пәниден бақилыққа мәңгілікке аттаныпты. Жастан асқан шағында әкем осылай әкеден жетім қалды. 1935 жылы әкем 18 жастағы Алмажан Аяпберген қызына үйленіп, ата қонысы Қозақ деген бұйрағымның бойында Қоңыркүй өмір сүреді. Менің анам да қазақтың көп әйелдері сияқты өмірдің зейнетінен гөрі бейнетін көбірек көрген адам. Шешесі Зейнеп анам бір жасқа келгенде қайтыс болады. Анамның тұрмысқа шыққанға дейінгі өмірі немере шешесі Меруерттің үйінде өтеді. Тыныш жатқан елдің шырқын қуғын сүргін дауылы бір бұзса, одан кейінгі неміс фашистері ашқан соғыс одан сайын дүрліктіреді. Әкем осы ұлы отан соғысы деп аталған майданда болып, ұрыста алған жарақаттарынан мүгедек болып елге оралған. Соғыс кезіндегі елдің жағдайы өте ауыр, күнкөріс қиын. Бас көтерген азаматтар батыста жаумен арпалысса, елден қалған бала-шаға, кемпір-шал, әйелдер күн демей түн демей еңбек майданында жүрген. Әкем елге келіп денсаулығын әжептәуір түзеген соң еңбекке араласып, алғашқы жылдарда колхозда ферма меңгерушісі, бригадир, кейін мал бақшашысы болған. Жарым жан бола жүріп, 3 жыл 3 қызды үйлі баранды қылып, ел қатарына қосты. Көп сөйлемейтін, томаға тұйық болатын. Ал кейде көңілі шалқып, құймағылақ тыңдаушылардың алдында әңгіме айта қалса, онда оларды еліктіріп әкететін шежірешті адам еді жарықтық. Менің де әңгімеге қызығушылығыма әкенің тікелей әсері болды деп толық айта аламын. Ел аралағанда, мал қарағанда, мені қосшы баладай қасына ертіп, талай ұзақ сонар әңгімелер шешілер айтатын. Қарағым балам, сен желкілдеп өсіп келе жатқан жас құрақсың. Мен өткен өмір тарихымды, бастан кешкен түрлі оқиғаларды, ата тегімізді айтып отырғанымды ұғып ал. Қажет десең қағазға түсіріп қой. Бірде болмаса бірде керек болар. Біздің қазақ тегін білмегенді тексіз дейді ғой. Бұл аманат, қарағым. Аманат жолы ауыр, оған қиянат жасауға болмайды. Кісі болатын баланың кісімен ісі бар. Кісі болмайтын баланың кісі несі бар. Демекші, байқаймын, ықыласың бар деп атын тебіне түсіп әңгімесін жалғастыра беретін еді ол. Әкемнің 7 қазынан бірі саналатын жылқы малына қатысты айтқан әңгімелері жадымда сақталып қалыпты. Ендігі сөзді сол тұрғыдан өрбітейін. Тегіміз түркі, түлігіміз жылқы дейтін қазақ баласымыз ғой, деп бастағанда ол кезекті сөз желісін. Өмірім мал шаруашылығына қатысты болғандықтан, 4 түлік малдың небір ерекше қасиеттерін көріп, біліп, көңілге тоқып өстім. Атам қазақ жылқының қадір қасиетін бағзы заманда тақ білген. Біліп, бұл жануарды төбесіне көтерген. Себебі қазақтың сөзі де, өзі де, табиғаты да, мінез құлқы да жылқы деген жануарға ұқсас. Жылқы баласы кісінескенше, адам баласы сөйлескенше дегенде сөз бекерге айтылмаса керек. Я, ешкімді жат санамайтын қазақ бірін-бірін бір көргеннен-ақ әңгімеге тартып, жөн сұрасып, бауырласып, әрі-беріден соң қарын бөле шығып, туыс бола қалады. Сол себепті қазақтың жылқы мінезді халық дейді. Шындығында да солай. Жапандағы да қауышқан қыл-құйрықты жануарлар бір-біріне оқырая қарасып, шұқырласа кісінесіп, тұмсықтаса ескелесіп, үйірлес болып кете барады. Адам баласымен ұстақсық па? Ұқсастық. Жарықтық. Жылқы малы мінсең көлік. Ат ердің қанаты деген ғой халқымыз. Ал қымызы ше. Ішсең сусын, жанға шипа,
дертке дәру, сауға қуат. Өзім үшін мал соңында жүргендіктен неге жылқы ұстап жанға шипа болатын қымыз ішпеймін деген ой келіп, алғашында қос бие ұстадым. Бие ұстау үшін міндетті түрде айғыр керек. Айғыр ұстайын десең, ол кезде үкіметтің қаулысы бойынша жеке адамдарға аталық мал ұстауға қатаң тыйым салынған болатын. Дегенмен, қалауын тапса қажанат дегендей, ойға алған ниетімді іске асыру үшін көптен ағалы інілі болып сыйласып жүрген қарамағындағы малшыларына қайырымы мол, кең пейілді колхоз басшысы Есіркеп Малайдаровқа барып, жағдайымды айтып рұқсат алдым. Алланың рахымы жауғыр, Есіркеп жақсы адам ғой. Жаз айларында үйге келіп 2-3 күн жатып, қымыз ішіп, жайланып, ашық жарқын әңгімесін айтып демалып кететін. Содан мал бағуға колхоз арапынан мініске берілетін 2 аттың бірін атақты жылқышы аға баласы Жиеналы Ақсақалға барып айғыр қылып алдым. Көпті көрген қария, бір сөзді. Адамдарға сауап ісімен ғана танымал. Ауылдың қадірлі де қадірменді қарты менің ниетіме балаша қуанып, текті тұқымды, шат қимылды, қамшы салдырмас, жүрдек жүрісті құнанынан дөнен шығар. Бас білетін қаралы айғырды табында жүрген сәуріктердің ішінен таңдап ұстап, 5000 ала шұбар қыл, құйрықпенен айбаттанған атаң Тотанбай сияқты жылқылы бай бол деп ырым қылып бата жасап беріп еді жарықтық. Бұл айғыр менің малымның мәйегі болса, торы бие малымның басы болды. Қаралы айғыр малымды да, жанды да ырса келді. Малыма дейтінім осы айғырдан өрбіген өңкей ала жылқы қазір бір айғырдың үйірі болып алдымызда жүр балам. Тәубе Аллаға, шүкір. Алла ниетке береді деген осы екен. Берді, қанағат. Жаныма шипа дегенім тайдың терісіне жасалған сабада, немесе серкен терісіне жасалған, ысталған месте, иі қанып пісілген, не сарожаумен сапырылған зерең толы сары қымыздан құмарлана ішсең шіркін, жан сарайыңды ашып, денеңе қуат беріп, мейіріңді қандырып, сергітіп жібереді ғой бұл қасиетті дәрі сусын. Қымыздың ерекше дәмді, құнарлы болуы дайындалған ыдысына тікелей байланысты. Саба іреп, сойылған тайдың терісіне жасалады. Теріні көлеңкеде кептіріп, сосын қымыздың бетіне шыққан іркіттен немесе қатты ашыған айранның іркітінен ий жасап, сол иге салады. Тері ашыған ий ішінде апта жарым жатады. Сосын ий сіңді болған теріні кермеге іліп қырғышпен қырады. Шелейді, шелін алады. Көгеріп таза терінің өзі қалады. Осылайша дайын болған теріні сабағып тігеді де, тобылғының ашы түтінмен ішін ыстайды. Ысталған сабаға саумал құйып, ұзақ шайқайды. Қайта ыстайды. Қайта саумалмен шаяды. Қашан ішіне құйған қымыздан тері дәмі кетіп, тобылғы табы қалғанша ауыстырып алмастыра береді. Бұдан соң сабаны киік отының қошқыл иісті түтінімен ыстайды. Әбден иіссіңді болған соң сабаға қымыз құйылады. Ішсең аузыңнан дәмі кетпейтін, балда дейтін тәтті қымыз дайындайтын саба осылай жасалады. Сондай-ақ сабадан басқа қымыз дайындайтын торсық, көнек, көбіс сияқты ыдыстарды ертеректе ата-бабаларымыз жол жүргенде, батырларымыз жорыққа шыққанда пайдаланатын болған. Ал біздің қолданып жүргеніміз саба емес, мес дейсің ғой. Иә, қолданып жүргеніміз мес. Енді месті қалай жасайтын айтайын. Месті 3-4 жасар семіз серкенің артқы бір борбайынан, санынан, іремей сойылған терісінен саба жасаудың жолымен жасалады. Осылайша дайындалған сабада немесе месте ашытылған қымыз адамның жан сарайын сергітіп, зауқын көтереді. Шөліңді қандырады. Қымыз маусымына қарай уыз қымыз, жазғы қымыз, күзгі қымыз деп аталады. Биелер құлындағаннан 15 күннің шамасында құлындар марқаймай тұрып, яғни мамырдың алғашқы күндерінде қазық қағылып, желі тартылып, бие байлау, қазық майлау рәсімі ауыл адамдардың қатысуымен төл басы желге толсын, сарығымыз мол болсын деп тілек айтылып құлындар байланады. Осы мамырдағы қымызды уыз қымыз, ал маусым мен шілде айларындағы қымызды жазғы қымыз, тамыз қыркүйек айларындағы шөптің әбден піскен кезінде қымызды күзгі қымыз дейді.
Қымыз ашқан күндеріне байланысты бірнеше түрге бөлінеді. Бір күнгі қымызды саумал қымыз дейміз. Бұл қымызды жақтырмаған адамына береді. Оны ішкен кісі түзге шыққыш, тобылғы қуалағыш, бай ұстап отырған жерінде отыра алмай жөніне жоғалады. 2 күндік қымызды құнан қымыз дейміз. Бұны ақ жарлы, сырласар әуезді сөздің шебері сыйлысына береді. 3 күндік қымызды дөнен қымыз дейді. Бұның жөні қызуғанды, ақын жанды, желікпе көңілді адамдарға ұсынылады. 4 күндік әбден өлтіріп пісілген, сусынды бесті деп атап, ел ақсақалдары мен сыйлы адамдарға беретін болған. Ал соңғы 5 күндік құтырған уғымызды қазекем кезбе бақсылар мен саудагерлерге татырған. Осылайша әр күндік қымыздың баптаудың өзіндік сыры, атына сай мінезі болады. Бұны да білгенің жөн. Бірде болмаса бірде керек болады деп атын тебіне отырып әңгімесін жалғастыра беретін. Ажал құшқан жат құлын. Жалпы жылқы деген жануар тілі жоқ демесең есті мал ғой. Басқа түліктердей өз төлімен шағылыспайды. Басқа айғырдан шығып үйірге келіп құлындаған биенің төлін қабылдамайды. Лас жерді баспайды. Лай суды ішпейді. Жайылымның шұрайлы жерін іздейді. Текті жануар әлгі қаралы айғырдың 1-2 ерекше қасиетін айтып кетейін. Бұндай таңғаларлық оқиға ауылда өскен, малдан хабары бар немесе мал баққан адамдар ғана сенеді. Басқаларға айтсаң нанғысы жай. Өмірінде жылқы ұстап көрмеген бұл текті түліктің сырынан бейхабар көрші отырған Сейтмағамбет ақсақал бір бетке мінезіне басып, қоярда қоймай жылқының қасиетіне байланысты айтқан уәжді сөзге тоқтамай, малдануға алған құлындайын деп тұрған жалғыз қара төбел биесін үйірге кеп қосты. Айғырдың көктем кіре белең алатын ашушаң мінезінен алдын ала сезіктеніп ақсақалға: "Биеңіз аман құлындап, бірақ құлыныңыз айғырда мерт болып жатса маған ренжімеңіз" дедім. Ол маған жаратпай, сұраулы көзбен ойлана қарап: "Алланың жазғанын көрермін де" деп алған бетіне қайтпады. Бір жұманың шамасында бие құлындады. Әдеттегідей ауылдың іргесінде жатқан жылқының жай-күйін білейік деп ақсақал екеуміз атқа қондық. Жақындай бергенімізде үйірін қызғанған айғыр алдымыздан жалын жүрейте, құйрығын тік көтере айбат шегіп шықты да, іле дауыс шығарған өз иесін танығандықтан кері бұрылып кетті. Үйірді сырттай шолып, аз-кем аялдап, келген жолымызбен кері қайтуға бұрыла берген едік. Кенет қаралы айғыр басын төмен сала, құлағын қайшылап, "Мені көрдіңдер ме?" дегендей, әлгі қара төбел биенің жаңа туған құлынына тап берді. Бие құлынын қорғамақ болғанымен азулы айғырға төтеп бере алмады. Мен жалма-жан құлынға араша түсу үшін қорығымды көтере тұра шаптым. Ақсақал не істерін білмей шошып қалды. Мен жетемін дегенше айғыр бейне бір дала бөрісіне тап болғандай қимыл жасап, мойны әлі толық қата қоймаған құлынның жалынан қаба тістеп, сілкіп-сілкіп жіберді де, айқайға басып екпіндеп жеткен менен сескенді ме, әлде өзін кінәлі санады ма, әйтеуір шетке тайқып кетті. Жасықсыз құлын кеудесімен жерсізде құлап қимылсыз жатты. Енесі оқыранып, жиі-жиі кісінеп құлынды айналды да қалды. Аттан түсіп құлынның жарақатын көріп едім, мойын үзіп жіберіпті. Анадай жерде тұрған ақсақал: "Өзің білме, білгеннің тілін алма" деген осылай болады екен ғой. Өзім кінәлімін, бұйырмаған төл болды. Сенде кінә жоқ, өз көзіммен көрдім. Не шара деді. Төлінің өлі не тірісінен хабары жоқ бие құлынын иіскелеумен болды. Ақсақал енді не істейміз дегенде маған жаутаңдай қарады. Мен: "Биені жетекке алып ауылға қайтамыз. Құлыннан күдерін әбден үзген соң үйірге қосамыз" дедім. Бұл тілі жоқ, бірақ есті жануардың өзгенің кіндігінен жаралған құлынды өгейсіп, шайнап өлтіру табиғи жаратылысына тартып жасаған қылығы. Не істейсің, ол жануар ғой. Жалпы көктемгі мал төлдету кезінде барлық түліктердің қызғаныштары, оның ішінде биелерін құлындап, алды келеге келіп жатқан уақытта айғырларын қызғаныш мінездері еселеп күшейеді. Содан болса керек, тап осы кезде оқшаулықты, тазалықты ұнататын текті айғырлар ашушаң, алдына келген шайнап тастайтындай күйде, тіпті шын шымырқанса астындағы атымен қоса аударып тастайды.
Сондықтан байқамаса болмайды. Әлгінде айттым ғой, көнбедіңіз, бұл жарықтық қой емес қой. Дегенмен басаман болсын. Басаман болса әлі де талай мал жиналар. Біз білмейтін бұл қасиетті жануардың көптеген жұмбақ қылықтарына жүре бара қанығармыз деп, ақсақалды сөзбен жұбатып сабырға шақырдым. Көкжалмен арбасқан айғыр. Иә, бұл текті жануардың дала көкжалдарына көрсеткен айбатты мінезін айтсам, тіпті қайран қаласың. Қазақта жақсы айғыр үйірін жауға бермейді, жақсы жігіт туысын дауға бермейді деген сөз бар. Осы сөздің рас екеніне қаралы айғыр көзімді жеткізді. Өткен 1962 жылы Тұз басында мал қыстатқанмын. Наурыз айының екінші жартысында сәлем беріп келген әжесінің баласы, жылқы құмар болыспай, ертең үйірді көрейік, менің биелерім құлындады ма деді. Содан көрші тұрған Хасенінім бар, үшеуміз ертелеп, Мамай тамы жаққа жатқан үйірді көруге сайланып шықтық. Соңымызға ерген Хасеннің таймас тазысы, менің қой төбетім ары бері шапқылап, алып ұшып, аң көрінсе ала түсетіндей болып келеді. Ауылдан 6-7 шақырым ұзаған соң, жолда кездескен төбеге көтеріп жан-жаққа көз салып едік. Алдымыздағы жыңғылды, көлде жылқыны иіріп, айнала шапқылап жүрген 3 қасқырды, олармен арбасып жүрген айғырды көріп, Болыспай мен Хасен айқайға басып, үйірге қарай тұра шапты. Алысты жеткізе көрмейтін көзім, олардың ала ұшып шапқан бағытын әлесе, мен де атыма қамшы бастым. Олар үйірге жақындағанда, 3 бөрі 3 жаққа тұра қашты. Бірінің соңына Хасен таймасымен, екіншісінің соңына Болыспай, үшіншісінің соңына Қойтөбет түсіп қуып кетті. Таймас қасқырды көп ұзатпай, жете шаптан алып, құлатып апыр-топыр болып жатты. Қойтөбет те көкжалға қыраса жетіп, тамақта өлтіріпті. Үшінші қасқыр құтылып кетті. Қолға түскен бөрілерді өңгеріп, үркіп, шошып қалған үйірге келдік. Алдымыздан айғыр шығып, аяғын билей басып, қасқырға шығын бермегеніне мақтанғандай мінез көрсетті. Тұрқына көз салып едім, шабыстан келген бәйге атындай тұла бойы шылқыған тер, өзі ашулы. Мойынмен жер сүзе үйірін айнала береді. Жарықтық үйірін қасқырға бермеймін деп, бірнеше сағат бөрілермен арпалысқан сияқты. Жылқыда шығын жоқ. Құлындаған бие де байқалмайды. Туғанына 10 шақты күн болған Қаратөбел биенің құлынның артқы санының қасқы жарақаттап ала алмаған. Шамасы айғыр өзін қатерге итере қорғаған сияқты. Не болғаны да мал басаман. Қалай риза болмайсың? Тілі жоқ, бірақ есті жануар. Үйірін алдына салып, ауға қарай бізден бұрын айдай жөнелді. Алдымды малды қылған, айналамызға береке келген қаралы айғырдың тағы бір мінезі туралы айтайын. Жоғарыда айтылған жайттан кейін, бірер жыл өткен соң, яғни колхоздан совхозға өтетін 1964 жылы Балғасын бойындағы Ақжар базын қыстап отырғанмын. Өлмеген құлға болды жаз дегендей, қыраулы қыстан мал отарын шығынсыз шығарып, төл алу науқанын өткізіп жатқан кез болатын. Мал төлдеп қорада шу, ауыл маңы абыр-сабыр. Ауылдың іргесінде жатқан қаралы айғыр үйіріде қыстан күйлі шығып, төлімен көбейе бастады. Қыстан күйлі шыққандықтан ба, торы биенің күрең қасқа құнажын байталы ерте күйлеп айғырды айналшықтап мазалай берді. Бұрын соңды өз төлінен мұндай мінезді көрмеген есті айғыр құлағын қайшылап ашуға, булыға күрең қасқа байталды тістелеп қуалай, үйірден әлденеше рет қуып шығарса да, күйі басылмаған байтал үйірге қайта орала берді. Мен де сонша мән бермей күйі әрі кетсе бір жеті 10 күнге барар ештеме бола қоймас деп жүре бердім. Бұным қате болған екен. Ұстап ауылға алып кеткенде аман қалатын еді жануар. Жалпы жылқы өсірудің тәртібі бойынша ата айғырдың үйіріндегі құнажын байталдар ерте көктемде жинап алынып бір үйірге топтастырылып айғыр салынады. Мұндай үйірді қысырықтың үйірі деп атайды. Шөміштен қысып отырған үкімет қысырақтың үйірін құрғызатын беді. Әрине құрғызбайды, бұл үкіметке ауқаттылар керек емес. 2-3 күнде үйірді көретін әдетім бойынша жылқыға әудем жер жақындағанында айғыр өткендегідей ашуланып, басымен жер сүзе жорытып, үйірін үйіре қуып, Ақжардың биік құзына қарай бағыттады. Япырай,
Қате болмаса болар еді деп атымды қамшылап, дауыс шығарып жақындап келемін. Мен жетем дегенше үйір биік құз басына жақындады. Сол сәтте айғыр басымен жер сүзе ызалана шапқылап, шатырлаған жайдай болып, үйірдің ішіндегі күрең қасқа Байталға айбаттана ұмтылды. Байталға бара аузын арандай ашып, тісін сауырына басты. Сауырына қатты тістеген күрең қасқа Байтал есі шығып ышқына шыңғырып, қатты екпінмен келіп құздан құлап түсті. Айғыр шорт бұрылып кейін шегінді. Есі кіріңкіремеген жас бұланың жөнсіз әрекеті сияқты күрең қасқа Құнажын Байтал хайуандыққа салынып, өз әкесінен аталық әрекет дәметкені үшін қатаң жазаға ұшырап, құздан құлап мерт болды. Жарықтық өз төліне өзі шаппайтын осындай текті айғырды есті демегенде қандай жануарды есті дейміз? Тегінде жылқы жануары асыл ғой. Жетатаға дейін қыз алыспайтын қазақ халқының берік ұстанымы сияқты, жылқы деген хайуан бола тұра өз төлмен өзі шағылыспайтын, тазалықты жақсы көретін жануардың төресі екеніне мал соңында жүрген ұзақ жылдарда көзім жетті. Сонымен не керек? Колхоздан совхозға өткен кезде қаралы айғырмен қимай-қимай қоштасуға тура келді. Себебі Қызыл Жұлдыз колхозы жаңадан құрылған, жаңа қоныс совхозына қарайтын болды да, Балғысын бойындағы барлық жайылымдар мен қыс мезгілінде мал қыстататын қыстаулар Ақтоғай совхозына берілді. Сөйтіп мен жаңа қоныс совхозына, яғни құм бойына көшетін болдым. Жылқышы Жиеналы Ақтоғай совхозында малымен отырған жерінде қалатын болды. Бұрын бір колхоздың меншігінде болған мал екінші меншікке айырылған кезде қаралы айғырды Жиеналы ағаға қайтып беруге тура келді. Алайда текті айғырының орны текті түркімен жылқысына шатыс, тай күнінен өзін қолға ұстап үйреткен, бас білдіріп баптаған, омырау есіктей, тұлғасы тұтас, құрыш тұяқты, екі көз оттай жанған күрең қасқа айғыр басты ғой. Күрең қасқа құрбандық. Бұл айғырдың ажалы сен студент болып оқып жүргенде үкіметтен болды деп сабақтады әкем кезекті әңгімесін. Елде жеке меншігінде аталық мал ұстайтындар тексеріліп тізімге алынды. Қаралы айғырдан тараған өңкей алашыбарды жинап, бие сауып, қымыз ішіп, көремаушыларды әңгіме қылдырған, атағын шығарған елеусіз бұл тексерістен аман қалсын ба? Мен де көппен бірге тексерілдім. Жаз ортасынан ауа елге өкілдер шығып, өрістегі 4 түлік малдың ішінде аталығы бар жоғы толық тексеріліп, жылқылар үйлермен ауылға айдап әкелініп, совхоздың гаражына қамалды. Мақсат, үкіметтің қаулысына сәйкес аталық малды, айғыр мен бураларды, бұқа мен қошқарларды түгел ұстап етке өткізу. Менің ала үйірлік күрең қасқа айғыр бастаған жылқымды да айдап әкеліп, гаражға қамады. Жарықтық қасқа айғыр бір жамандықты сезді ме, ауланың ішін шыр айналып, аяғымен жер тарпып, басымен жер сүзіп, бұғалық салдырмады. Белсенділер көп әуреленді. Жарықтық киелі мал ғой. Тіпті оларға айбат шегіп, тік шабып, бұғалықшыны мерт қыла жаздады. Кісінеген даусы жүрегімді шаншиды. От шашқан көзіне көзім түсіп еді. Мені қаматқаның не еткенің дегендей сұстана қарады. Амалым қанша. Ішім жылап, көңілім босап кетті. Жануардың жазығы не? Үкіметке бір тиында зиянымыз жоқ қой. Мен күнімді өзім көргенім үшін кінәлімін бе? Біз сияқты шаруадан не зиян бар? Қайта өз күнін өзі көрген малшылар үкіметке пайда емес пе? Малын бағады, етін өндіреді. Есті айғыр әбден ашуға басып, адамдардың айқайынан секем алып, 2 метрлік ауладан әлденеше рет секірмекші де болды. Белсенділердің дамылдағанын пайдаланып, айғыр секірмейтін жерден секіріп, ауланың екінші жағындағы шөп шабуға арналған темір тесіктер арасындағы жерге қалған қаталарға кеудесімен соғылып, ағадал малым көз алдында мерт болды. Осындай зорлық құрбаны болған айғырымды көргенде, менің де жүрегім сом темір соғылғандай болды. Айғырдың 4 аяғын шірене керіп, жағын тістене қарыстырып, екі көзін зорлана бадырайтып, кеудесіне тесіп өткен істік темірлерге шыдас беріп, жан тәсілім еткен сәтті мені есеңгіретіп жіберді. Обалай, обалай, деп шулаған адамдардың даусынан не естірімді білмей, жануармай, жануармай, сені қорғай алмаған мен бейбақта не шара деп күбірлей беріппін. Екі көзімнен жас парлап, көз алдым тұманданып, кеудемді ашу кернеп, істікке шаншылып, бас салбырап,
жансыз қалған айғырымның басын құшақтап, ой сұмдық-ай, о заманда бұ заман адам емес, малмен алысқан билікте болады екен. Обалың үкіметке, құрылғалы қарғыспен келе жатқан бұл үкімет сірә дөңбес деп, аузыма не келсе соны айтып, күйініп, қорғансыздың жылғышсыз даусын шығардым. Айғырдың ажалын күткен белсенділер менің зарымды одан әрі естігісі келмеді ме? Шаруа бітті, айғыр өлді деді де, дереу көліктеріне отырып, көзден таса болды. Мен қалдым өлі айғырдың басын құшақтап, қоштасып, Аллаға жалбарынып. Қайтесің, мал ашуы мен жан ашуы бірдей дегендей, мұсылманша ұстап, Аллаху акбарды айтып, пышаққа шалынса сөз бар ма? Көз алдымда арам өлді. Өзім апарып бетке өткіземін деген уәжіме тоқтамай, қуып келіп қамағанды істері осы болды. Басқа түссе баспақшыл дегендей, көнесің, көнбегенде менің қолымнан не келеді? Шарасызбын, үкіметтің айдауына жазалауына көнемін. Бұл да жазалаудың бір түрі. Адам емес, аталық малға шүйліккен үкіметті. Адамдарды зарқақ сатқан заманды да бастан кешірдім балам, деді әкем толқып. Иесіне адал қой төбет. Әкең тағы бір есте қалған әңгімесі, 7 қазынаның бірі ит туралы. Сенің туған жылы ғой деймін. Ауылдың қаншық төбеттері бірінен соң бірі жаппай күшіктеп, әп-сәтте ауыл ит күшік базарына айналды. Шамадан артық күш көбейгендіктен бе, осы қой төбеттің ұялас 6-7 күшігін біреу ауылдан аулағырақ жерге апарып көміп кетіпті. Көмілген күшіктердің ішінен бірі тірі қалып, қыңсылап жатқан жерінен көріп, 7 қазынаның бірі ғой деп үйге келіп, атын қой төбет қойып асырадым. Қасқыр атын кәдімгі қазақтың ағала төбеті болып өсті. Өте сақ. Талай ит құспен бетпе-бет келіп, бірнеше қасқырға ажал құштырды. Сондай оқиғаның бірі туралы айтайын. Осыдан 3-4 жыл бұрын бас 90 айының ортасынан ауа отарды өріске шығарып жайып жүргенмін. Кенеттен жел көтеріп, аспанды тегіс бұлт торлады. Қар ұшқында боран басталып, айнала алай-түлей болды да кетті. Қаңтардың қысқа күні күндегіден де ерте батқалы тұрма қалай, айналаны әп-сәтте қараңғылық басты. Ауыл шамасы арқадан жел соғып тұрған бақытта қалған сияқты қойға бастады. Байқаймын, ауылдан 10 шақырымдай қашықта қыз қырылған жайылымның жоғарғы баурайында жүрмін. Ыққан қойға қарсы тұрып, оны қайыру мүмкін болмай барады. Себебі желдің күштілігі уақыт озған сайын үдей түсуде. Не де болса ағатын болдым. Алдымда жыңғылды көл, тобылғылы сай. Қой тоқтаса, осы жыңғыл мен тобылғының ықтасына тоқтау мүмкін. Осылай ыққан қойдың артынан амалсыз ере бердім. Қой төбет айнала жүгіріп, ауық-ауық арс-арс етіп қояды. Оны елеп жатқан отар жоқ. Не де болса отарды бөліп алмай, соңына ере беруге бекіндім. Түн ортасы болды-ау деймін. Денем тітіркеніп тоңа бастадым. Аяз қатая түсті. Тиген жерін қарып кетеді. Сақал мұртқа жабысқан қырау мұз боп қатты. Оның үстіне ат үстінде ұзақ отырғандықтан ба, әлде кешеден бері тамақ ішпегендіктен бе, әлім кетіп, белім сырқырап, басым ауырғандай болды. Аттан түсіп қозғалайын деп шамалы уақыт жаяу жүрдім. Сәлден соң-ақ әлсіз екендігімді сезініп, атқа қайта міндім. Қой түнімен ықты. Буалдырланып, ешқандай сәулесіз таң атты. Аяз қатая түсті. Жарық түссе, алдындағы отарға қарасам, қырау қарға әбден бөккен екен. Менің де сақал мұртым мен бет жүзімді ақ қырау орап алыпты. Боран сәл басылғандай. Айналаға көз тастап, қай шамада келе жатқанымды жобаладым. Шамасы жыңғылды көлге соқпай, тура тобылғылы сайға жақындап қалыппын. Ялла, күндер айынан қайтара көр деп тілек тіледім. Басқа не шара келеді мен қолымнан. Отар бұл түннен аман шыққандай, тобы азаймаған сияқты. Екінші түн келді. Аттан түсіп, тобылғының түбін қуалай бұйығып жатқан отарды тізеден қар кешіп айналдында жүрдім. Түн түнегі қандай ұзақ еді. Аяз шытырлап, беті қолды қарып барады. 2 күн нәр татпадым, асқазан ұлып тұр. Екінші жағынан ұйқы қысып, ауық-ауық көзім жұмып кетеді. Қатты шаршағандықтан болар. Тобылғыға қалай отырып қалып кеткенімді білмеймін. Шамасы таң алды болу керек. Қойдың дүрете қалуымен
маңырауынан шошып ояндым. Бірден ес жия алмай ұйқылы-ояу орнымнан ұшып тұрып, «Қой төбет, хайт, хайт!» деп айқайлап жіберіппін. Осы кезде қой төбеттің отарды айнала жүгірген арсылдаған даусы құлағыма жетті. Алда ғана сорлы басымай қойға қасқыр шапқан екен деп, есімді жияр-жимастан тобылғыға байлаулы тұрған атқа міне салып, иттің арсылдаған жағына қарай шаба жөнелдім. Аққар үстінде қызыл қанға боялып бір көк бөрі сұлап жатыр. «Бәрекелді бөрі басармай, қой төбетім-ай» деп екінші қасқырдың соңына түскен итімнің артынан айқайлап қудым. Менің көмекке келе жатқанымнан арқа сүйеді ме, қой төбетте өжеттене арандай қасқырға жете шаптан ала апыр-топыр болды да қалды. Әп сәтте аузы басы қанған қасқырды жарып тастадым дегендей арқа жүні тікірейіп, ашулы айбат қимылмен маған жетіп келді. Риза болғанымнан бөрі басармай жарайсың деп айдалада айқайлап жіберіппін. Қой төбет шығынына қашқан бытыраған қойдың алдынан жүгіріп отарды тоқтатты. Мен де атты тебіне жүріп отарды дереу айналып шықтым. Маңайдағы аққар үстінде екі жерде жайрап жатқан екі қасқырдан басқа ештеме көрінбейді. Енді қасқырдың шапқан тұсын қарайыншы деп кейін жүргенімде төбет алдына түсіп, тамақталып өліп жатқан екі қойды тобылғы түбінен көрсетті. О Тәңірі сақтай көр. Бір-екі бас садақасы, қалғаны аман болса да шүкір деп өзімді өзім жұбаттым. Сүт пісірім уақыттан соң қой төбет арсалаңда қасыма келіп жата қалып жаланғандай болды. Аттан түсе салып төбетіме ұмтылып, ол орнын атып тұрып иығыма асылды. Итекеш итте есіне мақтау күтеді. Мен жеңіп келдім ғой, менің басымнан сипасайшы дегендей болды. Менің ішім жылып, көзімнен қалай жас шығып кеткенін байқамай қалдым. Төбетінің әр жерін ұстап сипап көріп едім. Жарақат жоқ, аман сияқты. Көзіне көзім түсіп еді, оның қанталап, қызыл шоқтай жайнап тұрған отты жанарын шақырайып тұр. Қос аяғын иығымнан жібере салып, арс-арс етіп, қой соңынан қайта жүгіре жөнелді. Міне, менің қасиетті итім иесіне деген адалдығын бір емес, бірнеше рет осылай көрсетті. Үнсіз тыңдап келе жатқан маған әкем: «Балам, төбет иттің қандай қасиеттері болады білесің бе?» деп сұрады. «Жоқ, білмедім». «Білмесең айтайын. Төбет ит екіге бөлінеді. Бірі иесіне адал, атына лайық, рұқсатсыз алдындағы ас суын ішпейтін таза тұқымды болып келеді. Екіншісі қарау, қорқақ, көз ала бере ұрлық жасауға ыңғайлы тұрады. Мұнда иттер бір-біріне қас, кездескен жерде таласа кетеді. Бір қызығы, тек ит емес, адамдар да осындай ма деп қаламын. Шаршы топта кездескенде кейбір бірін-бірін көре алмайтын адамдар иттер сияқты таласпағанмен бірінің артын бірі ашып, несібін беттеріне шашып жатады. Ой сұмдық-ай, ал менің қой төбетім қасиетті. Иттің нағыз сырттаны болды» деді әкем. Әкемнің зердеме құя айтқан осы бір сөзі менің жүрегімде мәңгі сақталып, әлі күнге құлағымның түбінен естілгендей болады. Себебі әкемнің сөзі шығыс ақылмандарының адамдармен неғұрлым жиі араласқан сайын иттерді жақсы көріп кетемін деген даналық ойымен сәйкес келетін сияқты. Ұлы Отан соғысының зардабы мен еңбек майданының ауыр тауқыметтерін басынан өткізген әке 75 жасында Алланың аманатын тапсырды. Әке қазасы бізге оның артында қалған бала-шағасына оңай соқпады. Онымен бар әлем бірге көшіп, дүние бос қалғандай дел-сал күйде жүрдік. 1984 жылдың тамыз айының 21 жұлдызында қаралы көңілмен, көзімнен жасым сорғалап, қабіріне топырақ салып тұрып: «Әке, сен ғажап жансың. Дүниеге шарана болып келіп, адам болып өтіп барасың. Пешенеңе жазылған аумалы төкпелі заманның барлық бейнетін, пенделерінің қысастықтарын көп көріп, соған төзе жүріп, ұл-қыздарыңды өсіріп, келешек ұрпақтарының болашағын толғана ойланып, бізге, балаларыңа, әулетіміздің алдағы тағдырына елеңдей отырып, өміріміздің адами болуын Тәңірден тілеп кеттің. Сенен ерекше сабақ алғанмен, өміріңнің беймәлім тұстарын біліп, жазып, кейінгі немере шөберелеріңе жеткіземін» деп іштей серт беріп едім. Жаратушы ием қош көріп, соны орындаудың сәті түскен сияқты. Автор Қанатбай Елеусізұлы. Мәлімет Ақтөбе газеті КЗ порталынан алынды. Оқыған Лаура Қосыбаева.